Сен есіңді жиып, бүкіл өміріңді бүгінгі күніңді есепте. Сонда өзіңе өзің қарап көрші. Осы күніңді қандай құмарлықтардың артында жүріп өткізіп жатқан екенсің. Көзіңді ашып, бастан аяқ Алланың кәләмі сөзі болған Құран кәрімге үңіліп қарашы. Құранның бүкіл аяттары әдептілік тәлімін жүргізеді. Әдептілікті үйретеді. Ақылымнан иман деген не деп сұрадым. Сонда ақылым, жүрегімнің құлағына иман әдептіліктен тұрады деп сыбырлады. Тәнді шегінен тыс асырап, өсіруді көздеме. Өйткені соңында ол топыраққа баратын құрбандық. Ал енді сен көңіліңді жетілдіріп бақ. Ұлық орындарға баратын, сондай-ақ абыройға бөленетінде көңіл. Раушан гүлі тікенмен тату болғандықтан керемет қош есті болды. Бұл шындықты раушан гүлінің өзінен де тыңдап көр. Қара, ол не айтады екен? Тікенмен бірге болғаныма не үшін қайғырып, неге мұңға батайын? Мен жаман қылықты тікенмен бірге тұруға төзгенімнен жайдары болдым. Оның арқасында әлемді әсемдікке бөлеп, жұпар иіс шашу мүмкіндігіне қол жеткіздім. Жүрекке ілтипатты бол, жан ауыртатын тікен болма дедім. Аш көздің көздері еш тоймайды. Бақалшақ қанағатшыл болмағанда іші інжуге толмайтын еді. Алланың нұрын қаласаң, Алладан ал. Қаласаң, кәміл адам әулиеден ал. Ғашықтық шәрбәтін қаласаң, үлкен қыш құмырадан іш. Қаласаң, торсықтан іш. Кілемді сабалаушының мақсаты ұру емес, шаңын қағып тазалау. Тура сол сияқты басқа түскен қиындық арқылы да Алла тағала бойға біткен шаң тозаңды қағып тазалайды. Ендеше неге сонша қайғыланасың? Негізгі болмысың ойдан тұрады. Қалғаны ет пен сүйек. Гүл ойласаң гүлістансың, тікен ойласаң тікендісің. Шырақ болу оңай емес. Жарық шашу үшін әуелі жану керек. Кісінің өнерлі және білімді болғаны жақсы. Бірақ ібілістен ғибрат алып, оған өнер мен білімге қатты сеніп кетпе. Себебі ібіліс те білімді болатын. Ол адамның топырақтан жаралғанына, яғни сырт көрінісіне қарап, оның ақиқи жөнін көре алмады. Ей ғапыл адам, тәкаппарлықтан, менмендіктен арылып, қажетсіз нәрселерді доғар. Сонда барып саған Тәңірдің рахымы жауады. Надандардың қасында кітап секілді үнсіз бол. Кім құрмет көрсететін болса, құрмет көреді. Шекер берген халва жейді. Егін еккеннің қамбасы күзге дейін бос тұрады. Бірақ оның пайдасын егін жинайтын кезде көреді. Ал бидай егілмей, тиісті орнына жұмсалмай, қамбада ала жаздай сақталып тұрса, құртқа тышқанға жем болады. Босқа рәсуа болып кетеді. Мал дүниенің де, білімнің де зекетін беріп тұрмаса болмайды.